Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан жасалынатын самса жасаймыз. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Ең алдымен асқабақты үккіштен өткізіп аламыз. Пиязды майдалап тураймыз. Тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Мендегі дайын қамыр қатпарлы самсаларға арналған. Кез келген супермаркеттен табуға болады. Міне осылай жайып аламыз. Шамамен қалыңдығы 1,5-2 сантиметрдей болады. Қамырымызды ұзынша етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аламыз. Енді оның әр қайсысын осылай 4 бөлікке бөлеміз. Шамамен 16 штук самса шығады. Өте қатты салмақ баспай, жайлап шаямыз. Әйтпесе, майы жан-жағына ыдырап шығып кетеді. Міне ортасын қатты баспаймыз, шеттерін жұқартып аламыз. Мінекей, дәл осылай. Енді барлығын түйіп шығамыз. Асқабақты салып, жан-жағын бекітеміз, салмасы ақ кетпейтіндей етіп. Мінекей осылай, сосын 4 бұрышты етіп түйдім. Енді өз қалауларыңызға байланысты, қандай пішінді ұнатсаңыздар, солай етіп түйіп аласыздар. Мен 3 бұрыштап және 4 бұрышты етіп түйдім. Мінекей қараңыздар, енді бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт қостым. Самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Барлық жеріне, шет-шеттеріне тигізіп жағамыз. Бетіне күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Қараңыздар, түрінің өзі тәбетіңді ашып тұр. Міне ортасын бөліп көрсеттім. Мінекей қараңыздар, дәмі тамаша. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.